Сәлем достар, біз бүгін гуляш дайындайтын боламыз. Бұл үшін мен ең алдымен қайнаған суға осылай картошка, яғни картопты қайнатып алған болатынмын. Астында кішкене су қалдырып қойдым. Осылай қайнағаннан кейін келесі мен майонез қосып жібердім. Ол майонезді мен бір ас қасықтай қостым. Негізінде қаймақ қосқанда дұрысырақ болады. Сосын барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Арасында шым-шым тұзды да салып жіберген дұрыс, дәміне қарай. Сосын барлығын жақсылап араластырып езетін боламыз. Пюрені езетін ыдыс жалпы құрал болмағандықтан қасықпен езіп жіберген болатынмын. Сондықтан да осылай шығатын болады. Келесі этабында біз келесі бөлігін жасайтын боламыз. Подливын гуляштың. Ол үшін біз етті осылай мен морозильниктен алғаннан кейін жуғаннан кейін де оның суы жақсылап кету үшін өзін осылай газге қойып, жақсылап тұрып пісіріп, қуырып алған болатынмын. Сосын қуырып алғаннан кейін, ол құрғағаннан кейін барып мен май құйдым. Сол кезде ол жақсылап тұрып піскен болатын. Міне осылай қызарып шықты. Сосын бір пиязды турап, оның үстіне салып, қызартып, оны бірге қуырып аламыз. Пияз кішкене сарғаю керек. Сосын барлығы бірге жақсылап қуырылатын болады. Одан кейін біз үстіне тағы біраз қасықтай немесе өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кішкене тұз қосып жіберсеңіздер де болады. Оны кейін қосуға да болады, негізінде тұзды. Осылай жақсылап тұрып, одан кейін біраз қасық томат қосып жібердім. Одан кейін ол жақсылап тұрып қуырылады. Қуырылғаннан кейін біз келесі ол қайнаған суды қосатын боламыз. Қайнаған суды құйып, бұл жақсылап қуырылғаннан кейін барып қосуларыңыз керек қайнаған суды. Сонда жақсы болып шығады. Жартылай қылып қайнаған суды құйып қоямын. Сосын бетін жауып, жақсылап тұрып пісіріп алатын боламын. Одан кейінгі ол бізде оған қосатын бөлігін дайындаймын. Ол үшін мен 2 ас қасық ұнды осылай салып алдым да, газге ештеңе құймай, жақсылап өзін қуырып алдым. Ол кішкене осылай сарғаяды, қызарып кетпеу керек, жақсылап қарауларыңыз керек. Қызарып кетсе, күйіп кетуі мүмкін. Піскенін біз нан сияқты иіс шыққаннан байқай аламыз. Сосын жақсылап тұрып араластырамыз өзін. Араластырғаннан соң, оның үстіне жақсылап қайнаған су болсын, кәдімгі су болсын, қатты сұйық қылмай құятын боласыздар. Сосын араластырасыздар. Араластырғаннан кейін жаңағы массаға қосып жібереміз. Етті массамызға салып қосып жіберетін боламыз. Одан кейін оның бәрін жақсылап салғаннан кейін оны тағы да бетін жауып қойып, қоюландырып тұрып жақсылап араластырып пісіріп алатын боламыз. Ол қоюланады, жақсылап өте әдемі болып шығатындай дәрежеге жетуі қажет. Каналға жазуды ұмытпаңыздар. Осылай жақсылап тұрып, қоюландырып, араластырып алдым. Одан соң піседі. Піскеннен кейін жақсылап менде кәдімгі үйдегідей қылып, домашний образ қылып жасадым, домашний стильде. Сосын осылай жасалып шықты, пюреге қосып шықтым. Астарыңыз дәмді болсын, күндеріңіз жақсы өтсін достар.